Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 2 сыныптың қазақ тілі пәнінің 37 сабағын өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы мәтін дегеніміз не? Балалар, біз ең бірінші мәтін туралы ережеге назар аударайық. Мәтін мазмұны жағынан өзара байланысты екі не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтін құрамындағы сөйлемдер ортақ тақырыппен бірігеді. Балалар, мінекей мәтін дегеніміз осы екен. Ендеше бірінші жаттығуға назар аударайық. Оқы. Ұстазым Үнжу апай алғашқы менің. Екінші, мынау сынып бөлмесі. Айжан кітап оқығанды ұнатады. Үшінші, сынып бөлмесінің ауасы таза, оның терезелері үлкен, әдемі парталар 3 қатарға тізіліп қойылған. Мұғалімге арналған үстел мен орындық бөлменің оң жағында тұр. Балалар, мінекей біз осындай жаңағыдай сөйлемдерді оқыдық. Салыстыр, қай бөлікте сөздер берілген? Балалар, бұл жерде екінші және үшінші бөлікте сөйлемдер берілген, ал бірінші бөлікте жай ғана сөздер. Ұстазым Үнжу апай алғашқы менің. Мінекей осы бөлікте сөздер берілген екен. Ал екінші сұрақ, қандай сөйлемдер мазмұны жағынан байланыспаған? Бізде екінші бөлікте сөйлемдер мазмұны жағынан байланыспаған. Мынау сынып бөлмесі, Айжан кітап оқығанды ұнатады. Бұлар бір-бірімен байланыспаған сөйлемдер. Соңғы бөлікте мәтін берілген. Мәтін құрамындағы сөйлемдер мазмұны жағынан өзара байланысқан. Біздің соңғы бөлігіміз қайсы? Міне үшінші бөлік. Сынып бөлмесінің ауасы таза, оның терезелері үлкен, әдемі парталар 3 қатарға тізіліп қойылған. Мұғалімге арналған үстел мен орындық бөлменің оң жағында тұр. Мінекей бұл біздің сыныбымызды суреттейтін, сыныбымызды сипаттайтын сөйлемдермен жазылған екен, яғни бұл мәтін екен. Енді екінші жаттығу. Сұрақтарға жауап жаз. Сыныпта қанша оқушы бар? Оның нешеуі ұл, нешеуі қыз? Сыныптастарың бір-бірімен тату ма? Балалар, бұны біз өзіміз әрқайсымыз жеке-жеке орындаймыз. Әрқайсыларының сыныптарында қанша оқушы бар, олардың қаншауы қыз, қаншауы ұл, мінекей осыларды өздерің жазатын боласыңдар. Және жазған жауабың мәтін болып шықты ма? Мәтінің не туралы? Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырыпты таңда дейді. Балалар, бұл жерде 2 тақырып берілген. Өздерінің жазған мәтіндеріне байланысты осы 2 тақырыптың біреуін таңдайсыңдар. Үшінші жаттығу. Мәтін тақырыбына сәйкес келетін бөлікті тауып, оны түсініп оқы дейді. Сабақ сөзі нені білдіреді? Балалар, мінекей біздің мәтініміздің тақырыбы осы екен. Енді осы тақырыпқа сәйкес келетін бөлікті табуымыз керек. Сынып оқушылары сабақтан қалмайды. Олар білім құмар балалар. Екінші бөлік, сабақ сөзі араб тілінен енген. Ол таңертең дегенді білдіреді. Сондықтан сабақ көбіне таңертең басталады. Балалар, бұл жерде екінші бөлік сабақ сөзінің қандай мағына беретіндігі туралы айтылған, яғни біздің сабақ сөзі нені білдіреді деген тақырыпқа осы екінші бөлік сәйкес келеді екен. Себебі мұнда сабақ сөзінің жаңағыдай араб тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіретіні айтылған екен. Төртінші жаттығу. Алдымен содан кейін, ең соңында сөздерін пайдаланып, суреттер бойынша мен кезекшімін тақырыбына мәтін құрастырып жаз дейді. Бүгін сыныпта мен кезекшімін. Мен сыныпқа басқалардан ерте келіп, ең алдымен терезені ашып, бөлменің ауасын тазарттым. Содан соң тақтаны тазалап сүртіп, сабаққа дайындадым. Содан кейін парталар мен орындықтарды дұрыстап қойдым. Ең соңында оқушылар келем дегенше терезені қайтадан жаптым. Себебі дала суық еді. Неке балалар, біз осындай мәтін құрадық. Енді 5-ші жаттығу. Мұғалім саған түрлі түсті қағаздан гүл жасап келуді тапсырды. Сен гүл жасау үшін алдымен, содан кейін, ең соңында не істейсің? Гүлді қалай жасаймын тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Маған мұғалім гүл жасауды тапсырды. Алдымен түрлі түсті қағаздарды таңдадым. Содан соң, мінекей балалар, осылай біздің мәтінімізді, осы сөздерді пайдаланып мәтінімізді құрастырамыз. Балалар, ендеше гүлді қалай жасаймын деп мәтінімізге тақырып қойып қоямыз. Маған мұғалім гүл жасауды тапсырды.
Алдымен түрлі түсті қағаздарды таңдадым. Содан кейін гүл жасауға қажетті басқа да құрал жабдықтарды, яғни қалам, қайшы, клей сияқты заттарды дайындап алдым. Содан кейін мұғалім көрсеткендей қағазға қаламмен гүлдің суретін салып, қайшымен қиып алдым. Ең соңында қажет жерлерін бір-біріне желімдеп, гүлімді дайындадым. Мінекей, менің түрлі түсті дала гүлдерім дайын болды. Мінекей балалар, біздің бүгінгі 37-ші сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.